достар, 2020 жыл мен 2021 жыл баршамызға жолы болғаны анық. Осы 2 жылдың ішінде түрлі қиындықтар мен апаттар орын алды. Біз бүгін сіздерге 2020 жыл мен 2021 жылдың сұмдық жағдайын айтатын боламыз. Өткенде ғана Түркияның Манавгат қаласы өртке оранған болатын. Бұл орман өртін сөндіру үшін ұшақтар көлден су алып өртті сөндіруге тырысқан. Алайда өрт сонда да өше қоймады. Тұрғындардың айтуы бойынша қаланы түтін қаптады. Дем алудың өзі қиын деген. Сонда өрт неден пайда болды? Бұған 2 болжам бар. Біріншісі күннің қатты ысығанынан десе, екіншісі метеорит құлады делінген. Яғни әзірше ештеңе де белгісіз. Бірақ бір кезде жаңбыр қатты жауып, өрт сөнген болатын. Түркия халқы өрт сөнді деп енді қуанған еді. Алайда 3 күннен кейін Түркияда су тасқыны басталды. Су тасқын салдарынан 58 адам қайтыс болды, ал 76 адам жоғалып кетті. 454 ғимарат қирады. Судың қатты тасығанынан тіпті көліктер бірін-бірінің үстіне шығып кеткен. Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған барлығы дұрысталатынын айтты. 2021 жылдың сұмдығы 1 миллиард тұрғыны бар Қытайға да жетті. Қытайдың Хэнань провинциясында сұмдық су тасқыны орын алды. Ал енді бұл су тасқыннан 302 адам қайтыс болса, ал 50 адамы жоғалып кетті. Тек Қытай мен Түркия ғана емес, басқа да мемлекеттерді су басып жатыр. Неге десеңіз, қазір мұздар еріді. Соның салдарынан көп елдерде су тасқыны орын алды. Мәңгі ыстыққа үйреніп қалған африкалық тұрғындарға қар жауды. Градус -10-ға дейін төмендеген. Олардың қиналғаны айдан анық емес пе? Өйткені олардың киімдерінің көбі жазға арналған. Тіпті кейбірі киінбей жүреді. Расымен осы 2 жылдың ішінде қаншама нәрсе өзгерді. Жақсы мен жаман қосылды. Алайда бұндай сұмдықтар сирек кездесетіні анық. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің осындай қызықты әрі сапалы видеоларымызды ешқашанда жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұр Хамид. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.